Ассаламу алейкум. Бүгін бізде iPhone 14 обзорда. Енді активациясын жасаймыз. Сіздер hello анамно деп тұрады. Сол жерде орыс тілін таңдайсыздар. Енді Қазақстан таңдай саламыз. Шұғылай арнасын көріп отырсыздар бізбен бірге. Настроить вручную. iPhone 14 ұстайтын алған кісілерге мінекей настройкасын қалай жасау керектігін көретін боласыздар. Неге қазір Wi-Fi жаза салайық. Wi-Fi қосылып жатыр. Мінекей шұғылай YouTube. Активация iPhone может через несколько минут. Бізден сим карта салып қоя салдық. iPhone 14 қандай цвет? Күлгін цвет болады ма? Фиолетовый цвет. Күлгін түсті iPhone 14 деген. Заман қайда кетіп бара жатыр. Біз алдын түсірген кезде iPhone X-ке байланысты түсіргенбіз, бірақ ол кезде iCloud еді. Мына жерге біз активациясын түсіреміз, одан кейін iCloud-ында түсіреміз. Мына жерде сізбен біреу амандасады. Продолжить деген таңдаймыз. Настроить позже. Бізде Face ID бізге қазір қажет емес. Параметр код парольге басамыз да, не использовать код пароль. Не использовать код пароль. Енді алғашқы бұл баптаулары iPhone-ның алған кезде. Не істерін білмей тұрмын дейтін кісілерге осы видеодан қарап істеп алсаңыздар болады. Не перенести положение данных деген таңдаймыз ең астында. Забыл пароль или нет. Настройка позже. Использовать, не использовать деген таңдаймыз. Мына жерде принять. Продолжить. Мына жерде не сейчас. Включить свойство геолокации, яғни локация дейді. Настройка позже дей саламыз. Мына жерде не делиться, продолжить. Енді мына жерден сіздер өздеріңіз таңдасаңыздар болады. Темный или светлый деген. Жарық және қара түс. Мына продолжить, продолжить. Ола дейміз. Мінекей. iPhone 14 бізде настройкасы ашылды. Клиентini шалғытып қалды. Wi-Fi есть, нет, у меня есть. Мінекей, мына жерде настройкаға кіреміз. Основные области устройства. iPhone 14, 16, 3-1 екен. Мінекей бізде iPhone 14-тің iOS-ын бастапқы баптаулар, яғни первоначальный активация деп қояма, қалай орысша айтатын болса. Сонысын сіздермен бірге жасадық. Мінекей көрдіңіздер. Ұнаған болса, видеоға міндетті түрде лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. iPhone 14-теріңіз құтты болсын.